Қайда барасың? Қайрат Рысқұлова 17 барасы ба? Бәлкім Қайрат Рысқұлбеков шығар. Может, солай шығар. Әйтеуір Қайраты бар екен, помни только. Жарайды, отыр жеткізіп тастайын. Балам, Қайратты білмесең, тәуелсіздігіміздің құны қайда жатқанын білмеймін деші. Білмеймін, Аташка. Өзің нешінші сыныпта оқисың? 11 сыныпта. Биыл еще облыс тапсырамыз. Біздің ойымыз сол ғой. Тұғырлы тәуелсіздігімізді білмесең, ұбт-ны қалай тапсырасың? Мен көреміз деп отырық сол. Сен сұрамасаң да айтайын. Кейін бір кәдеңе жарап қалар. Сонау 1986 жылы биліктегілер елімізді басқаруға өзге ұлт өкілін тағайындамақшы болады. Ондай әділетсіздікке Алматының жастары қарсы шығып, алаңға көтеріліске шығады. Ішінде Қайрат та бар. Бейбіт шеруге шыққан жастардың қылығы биліктегілерге ұнамайды. Оларды қудалайды. Оны өлім жазасына кеседі. Бірақ іс қайта қаралып, Қайратты 20 жылға түрмеге қамайды. Ол түрмеден шықпады. Жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Кейін Қайрат тақтап, халық қаһарманы атағы берілді. Сен ұмытпа балам. Тәуелсіз еліміз үшін күрескен жастардың ерлігін ұмытпа. Жақсы ата. Мына жерін тоқтай салыңызшы. Осы жер бола ма? Иә. Балам, менің жаңағы айтқандарымды ұмытпа. Все. Жақсы, Аташка. Жазалауына байланысты дүниежүзілік қауымдастықтың назарын аударған желтоқсан оқиғасының құрбаны. Қайрат тақтап, халық қаһарманы атағы берілді. Тәуелсіз еліміз үшін күрескен жастардың ерлігін ұмытпа. Досым, қазіргі жастар сенің сол күнгі ерлігіңді білсе ғой. Сол күнгі оқиға менің әлі күнге дейін көз алдымда.